Макроэкономика. Экономист секілді ойлауды үйрететін дүние жүзіне танымал оқулықтардың бірі. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы аясында қазақ тіліне 13-ші басылым аударылды. Оқырманды экономикадағы соңғы зерттеулер мен тұжырымдамалардан хабардар етіп, азық-түлік тапшылығынан бастап жаһандық жылынуға дейінгі түрлі ұғымдық проблемалардың себебін ұғынықты тартымды мысалдар арқылы түсіндіреді. Экономикаға қатысты соңғы саяси ұстанымдар мен деректер аналитикалық негізде берілген. Оқулық экономика және бизнес бәсеке тақырыбына қызығатын академиялық және іскер ортаға арналған.